Аймақ көп, аспанның түсі көк дейсің ғой. Жаңа жоба Босеке. Айтамын ұмытып кеттім, бүгін бізге қонақ келеді Дәурен Бақтыұлы деген бір жеке кәсіпкер, ірі кәсіпкер. Соны дұрыстап қарсы алу керек, ішті жұмыстарымен таныстырамыз, ұят болмасын. Сосын әуелі ол кісімен жаңа әзілдеп, ойнап, ондай нәрсе болмаса, ол кісі әзілді көтермейді, бірден айтайын. Ол болды Босеке, танимын мен оны бірақ. Қайдан танисың? Біздің папаның кластасы ол. Баяғыда кішкентай кезімде құлағын тартып ойнайтын, содан ғой құлағы ұзындау. Енді танимын оны. Танысаң да, таныс болсын, таныс болмасын, жақсы қарсы алу керек. Өйтіп ойнаудың керегі жоқ. Жарай ма? Барлықтарың жақсы бір жұмыстарын істеңдер. Жарайды, боссыңдар. Ол онда как раз Босекеміз. Қайта берейік онда. Жұмыстарына барың дедім. Бізде қайсыңсыз бәрі? Айтпақшы неме Босеке? Өткен мен сізден қарызға ақша сұрап едім ғой. Иә. Сол шаруаның болды. Ол кезде мен қалтамда ақша болған жоқ. Қазір енді ақшам бар, бір ойладым саған керек емес шығар деп. Енді ақшаның артықшылығы жоқ қой енді. Может, ой ғой енді ой. Енді қанша керек саған? Білмеймін, бергеніңізді аламын. Енді қанша керек саған айтсайшы енді. 11 бар ма? 11 білмеймін, қазір қалтамда барында 10 мың бар. Иә, 10 вот. Бірақ айлығына ұстап қалам бе? Иә. Айтпақшы бізге айлық қашан түседі? Кешке беремін, кешке. Онда кешке дейін шыдаймын ғой. Сымбатқа тапсырып қойғам негізінде. Үлгерсе береді, үлгермесе онда ертең аласың, жарай ма? Жоқ, онда сымбат түспей қалып та ала берейін. Иә, жақсы ала бер онда. Сосын айлығына ұстап қалармын. Иә. Рахмет. Қалай нормально? Бауырым, мен саған телефондағыдай ал деген жоқпын ба? Телефонның экраны істемесе мен кінәлімін ба? Сен қызық екенсің, мен кім баласы екенін білесің ба? Көп болса папаң баласы шығарсың. Шашың күшті шыққан осы тұрғанда. Да? Нұрбек қарашы, шашың алай шыққан, әдемі шыққан ғой. Күшті? Көрдіңіз бе? Қыздың өзі айтып тұр. Енді сізден шашың ақшасы 1000 теңге, комплимент 500 теңге, сонымен сізден 2000 теңге ғой. Жақай қараш, мен жасаған макияжым қалай шықты? Онша емес. Ойнап айтам, әдемі шыққан. Просто қыз красавица екен да. Просто ол макияж талап етпейтін да. Мен қызым ғой. Сіздің қызыңыз ба? Күшті жасайсыздар екен. Иә? Алла біздің салон, жігіттерімізді. Босеке, мені Америкаға оқуға қашан жібересіз? Жіберем, айтем бір күн. Жақай, ұялмайсың ба? Кеше ғана Монте-Карлодан оқып келдің ғой? Иә. Мен сыртқа шығып берейін, жақсы. Босеке, айлық қашан бересіз? Хотя таксиға ақша берсеңізші. Кешке берем айлықты. Күтіп жүрсің ба? Болды. Монте-Карлосын дес, тым фантазияң жоқ вообще. Төребек Әділбекович пен Дәурен Бақтыұлы келеді қазір. Дұрыстап стол дайындап қойыңдар. Түсіндің ба, Дельна Жансерікқызы? Түсіндім, Сымбат Мұратбекқызы. Сырым Ерболатұлы, сырым бергіш. Қаз Басекен келеді қонақпен. Кіммен? Қонақпен. Басек құлақпен қалай келеді ойлап қоям. Сымбатпен келтіне, құлақпен келтіне бәрі-бір емес. Ойшым сол қонаққа қазір дұрыстап дастархан жаю керек. Официант деп шақырғанда екеуін ержағынан келтірсеңіз, окей? Болды, онда мен барып дастархан дайындай берейін. Денес, сен кешке үй жағына шарп тастасаң бола ма? Болады. Қойш, бола ма? Я деймін. Шынымен ба? Я деп тұрмын ғой, кемсіз ба? Өтірік емес болады ғой, да? Жоқ, болмайды, өзім қайтам, рахмет. Ой, бірде айтпайсың ба сол? Адам өттендір. Біліп едім, не бейсің? Алдында же келіншегіме таза япошка көлік алып бердім ғой. Японияда шыққан таза. Сосын шуба сұрайды, 34 миллионға шуба алам дейді ғой. 34 миллион одан үй алып сағансың ғой. Парковкасы подвалында үй ше. Осы мақтаншақ мінезіңді қайдан аласың? Ой, мақтаншақ. Әкем әкеліп берді ойым сол Америкадан. Таза көже деді ғой соны. Шай бар ма? Шай не болды жа? Чайдан алып отырыңыз, дастарханнан дәм татыңыз. Қарны ашық болған шығар? Италияда макарон жегем. Әлі тойып отырмын да, өте дәмді екен. Жегім жүр әлі. Басқа өздеріне жаңалық болып жатыр. Біз не жаңалық болсын? Осы жұмыс, келеміз, кетеміз әйтеуір. Басқа ешқандай жаңалық жоқ. Шайларың ыстық екен, ә? Енді шай деген ыстық болмай ма? Қыш бара беріңізші. Ол күйтсеңдеш бар. Төке, әңгіме ашыға ше. Ақша жоқ та. Көк тиын жоқ. Карантин жаман қыс жіберді. Қарыз ақша керек.
Мен саған берер едім, шын айтамын бар емес, просто кеше досыма Францияға беріп жібердім да. Ой, түгей, серьезно. Тым жоқ. Я онда кабинетке барып сөйлесейік та. Кер. Әбінай. Дәурен қайтты ма? Жағына шығып. Әбінай, сосын ана іште бір заттар ұрланып жүр. Сен осы жердің үлкенсің ғой. Шамалы көз салып бір қарап жүр, жарай ма? Болды бәсеке. Тасылшы, әлі ойнап отырсың мұнаны. Болды. Шығып. Тоқта, қалтаң көрсін. Қай қорсың? Қалтаң көрсін. Не болды, Абеке, аманшылық па? Сол аманшылық болмай тұру, қалтаң көрсін. Іште ұрлық болады дейді басең. Ой, Абеке, мен алған жоқпын, қарасың. Сол ешкім алмаған ғой сол. Болды, қара бер. Ой, Абеке, анау менің ақшам ғой. Басең камерадан қарап отыр. Басең алдыңға апарып беремін. Бар. Расында жігіттер мен қыздар бүгінгі күнге рахмет берді. Жасын тамаша болды. Айтпашы, Босеке. Таңертеңге 10 теңге ғой. Сізге рахмет көп болды. Жұмсам айтпаса немене аласың? Мен ақ сұрайтын едім ма? Осылай сенің бір вайн көрдің ғой. Ертең крупный аламын, сол кезде хабарласамын. Табыс көп түсті. Сол себепті айлықтарына сыйақы қосып беремін. Бірақ бүгін емес, ертең. Ертең ба? Онда мына 10 теңгемен ала тұрайын. Ертең айлықтан беремін ғой сізге. Жақсы. Арал қаласы. Мұнда қызық көп, аспанның түсі көк дейсің ғой. Жаңа жоба Босеке, басым ұрып қысылады есікке, тексеріп жүріп келеді Басеке. Бірақ бұл жұмыс үшін ұлатыңда Басеке. басым ұрып қысылады есікке, тексеріп жүріп келеді Басеке. Бірақ бұл жұмыс үшін ұлатыңда Басеке. Бұл ұжым көріп екен, барлығы бәлік екен, қиындықта қол созып, қуанышта бір екен, жаңа жоба Босеке. Ой, Әлбек, мен жер өтші, өзің білесің. 1, 2, 3, запись. Ал жігіттер мен қыздар, бүгінгі күнге рахмет бәріне. Босеке айтпашы, таңертең алған. 10 теңге ғой, сізге рахмет. Жұмсамасың, неге аласың? Мен ақ сұрайтын едім ғой. Өзі сенің Күлкіл берес айттым өзіндері. Парк берді. Бұл ақшаңды бұрып тұрдым да. Күлбандар. Шынақ, 1, 2, 3, запись. Қыздар, жігіттер бүгінгі күнге рахмет бәріне. Босеке айтпасына таңертең алған 10 теңге ғой. Сізге рахмет көп. Жұмсамасың, неге аласың? Мен ақ сұрайтын едім ғой. Өзі сенің Кете, 1, 2, 3, запись. Жігіттер мен қыздар бүгінгі күнге рахмет бәріне. Босеке айтпақшы, таңертең алған 10 теңге ғой. Жақсы. Жұмсамасың, неге аласың? Мен ақ сұрайтын едім ғой. Өзі сенің 1, 2, 3, запись. Жігіттер рахмет бүгінгі күнге. Айтпақшы, Босеке, таңертең алған 10 теңге ғой. Сізге рахмет көп. Жұмсамасың, неге аласың? Мен ақ сұрайтын едім ғой. Жігіттер қыздар бүгінгі күнге рахмет бәріне. Босеке айтпақшы, таңертең алған 10 теңге ғой. Сізге рахмет. Жақсы. Жұмсамасың, неге аласың? Мен ақ сұрайтын едім ғой. Жоқ, осы сенің бір ойын бөлді. Өзі кешіп келді ме сен? Ей, саған осы итақты бұран жігіттер қыздар бүгінгі күнге рахмет бәріне. Айтпашы, Босеке, таңертең алған 10 теңге ғой. Жақсы. Жұмсамасың, неге аласың? Мен ақ сұрайтын едім ғой. Жоқ, осы сенің бір ойын бөлді. Ертең
отырам. 이분 서른 되는 거야? 누가 봐야 됐어? Abunay to'xtatadi ekan. 또 가자면 이렇게 진짜. 그럼 жинаймыз кетіп бәрі 2-3. Да, жігіттер, қыздар, бүгініңізге рахмет бәріне. бұл деген таңертең алған. Домалым. Бош. Кетіп бәрі 2-3. Так, жігіттер, қыздар, бүгініңізге рахмет бәріне. Айтпаш бұл деген таңертең алған. 10 теңге ал. Рахмет. Меня сұрайтын бұл. Осы сенің бір ой дедім. Ертең крупный аламын. Ол ақшаны мен алатын едім ғой деген мағына ғой, түсініп тұрсың ба? Мен алатын едім, мен сұрайтын едім ғой деген. Билейсің да? Вообще, жұмсаңызда неге аласың? Меня сұрайтын едім ғой. Ертең болашақта сенің бір ой дедім. Ертең крупный суды паркпен деймін. Қалада әрі кәсіпкер келсе жақсылап күтіп алады. Әсіресе әбіні Дәурен бақыты ол қалжың деген түсінбейді, дұрыстап қарсы алады. Оны танимын ғой? Қайдан танисың? Біздің папаның классасы ғой. Қойшы. Баяғы кішкентай құлағын тартып еді, содан ғой құлағымызды. Қадырдасың ғой сен. Әсіресе Әбунай, сен Дәурен бақыттылығымен қалжың деген түсінбейді, дұрыстап қарсы ал. Әрине. Әлбетте қасы кет. Күтіп оламыз ғой. Не ол? Кеттік. Оны бұл жерге ала бермей. Мен жоқ салады. Сосын айлығына ұстап қалады. Иә. Бас. Ойлап қойсын. Кетер, іс болды ғой. Иә. Кеттік, бірақ мен күт жоқ па? Кет жоқ. Бар. Анекті мен. Қақта кетті. Кетті бе? Как раз бұл жерге онда кетелік. Сол жерде ме? Жоқ, құлақтан ойнайтын, құлақтан сөйлейтін. Бұл жерге мұнда кетелік па? Құлақтан тарта берейік деген сондай. Бұл жеріміз қайта берейік кеттік ал, бір екі танимын ғой құлақтан бәрі тартып. Бұл жерде қонақ келеді, Дәурен бақытұлы деген. Ірі кәсіпкер, соны күтіп алу керек дұрыстап. Қарсыны алып, бөлмелер таныстырды. Бөлмелер іздейді? Дауыс шықпасын. Саман, түнкесін мына кісі айтып отқан кезде үстіне мінбей сөйлесіз ғой. Обязательно айтып болады, содан кейін сөйлесін. Мақтан жақты. Әкеп берді ойым сол Америкада. Таза көжір дейді ғой әйтеуір. Шай бар ма? Ойната берсе так әдемі жатсың ғой. Кенжегім едім да. Таза япошка. Япониядан машина алдым заводтан. Сосын шубы сұрайды жаңағы машинамен алғаннан кейін есіреді ер адамдар дейді. Мақтан, осы. Қызғаншақ дейін деп жатырмыз. Мақтаншақ. Ол тек басын басын ба? Я сен. Шынымен ба? Үй айтып тұрмын ғой, кімсің ба? Өтірмес болады ғой, да? Жоқ, оны өзің айтам, рахмет. Ой, бірден айтып берсің ба соны? Адам өттенді. Біле бердім негізі. Қазір Басекең келеді қонақпен. Кіммен? Қонақпен. Басең құлақпен қалай елеп бөліп бар? Сымбатпен келдіне, құлақпен келдіне бәрі емес қой. В общем, сол қонаққа дұрыстап Кетіп бәрі, серьезно тұрмыз. Бәрі, екі, үш. В общем, сол қонаққа қазір дұрыстап дастархан дайын керек. О, дайын керек. Төребек Әділбек көшпен Дәурен бақытұлы келеді қазір. Дұрыстап стол дайындап қойыңдар. Түсіндің ба, Делина Жансерікқызы? Түсіндім, сырымен болады ғой. Ай, сырым бергеші. Қазір бастық келеді қонақпен. Сосын Үшінші сахна. Төребек Әділбек көшпен Жәнбек Серікқалиұлы. Төребек Әділбек көшпен Жәнбек Серікқалиұлы. Қонақпен келді.
Бәрі